Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы аңдатпа, ғылыми мақалаға аңдатпа жазу. Жоспар бойынша мақаланың аңдатпа маңызы, аңдатпаның тақырыптары, түйін сөздер және оған қойылатын тақырыптар бойынша қарастыратын боламыз. Аннотация баспа немесе қолжазба шығармасы мазмұнының қысқаша сипаттамасы. Мазмұны мен мақсаты бойынша аннотациялар анықтамалық және ұсынымдық болуы мүмкін. Анықтамалық аннотациялар құжаттардың тақырыбын ашады және олар туралы қандай да бір ақпаратты хабарлайды, бірақ сыни баға бермейді. Аннотация немесе аңдатпа кітаптың, мақаланың, қолжазбаның мазмұнын, саяси идеялық бағытын, құндылығын түсіндіретін қысқаша сипаттама. Аңдатпа кітаптың не мақаланың бірінші бетінде орналасады. Аңдатпаның көлемі оның түріне қарай бөлінеді. Мәселен, кітапқа берілетін аңдатпа бір сөйлемнен тұруы мүмкін, я болмаса бір бетке дейін жетуі мүмкін. Ал ғылыми мақалаға берілетін аңдатпа 500 әріптен немесе 7-8 сөйлемнен тұрады. Сонымен қатар ғылыми жобаға және диссертацияға жазылатын аңдатпалар да бар. Ғылыми жобаға арналған аңдатпа 1-3 бет көлемінде болса, диссертациялық жұмыстың аңдатпасы 3-7 бет көлемінде болады. Кітапқа аңдатпа жазу барысында мынандай элементтерді ескергеніңіз абзал. Библиографиялық деректер, мұнда кітаптың толық аты, автордың аты, шығарылған қаласы, баспасы, жылы, бет саны қоса жазылады. Автор туралы мәлімет қысқаша бір сөйлеммен кітап авторы кім екенін жазасыз. Мысалы, табысты кәсіпкер ресторатор Қуаныш Шомбай бұл кітабында тұлғаны және бизнесті дамытуға қатысты ақпараттармен бөліседі. Немесе бұл жинақтарды құрастырып аударып дайындаған аудармасы Шынар Әбділда. Туындының жанры немесе нысаны мұнда кітаптың қай жанрға жататынын көрсетеді. Тақырыптың қысқаша мазмұны мұнда кітап немесе не жайлы жазылғаны, нені қамтиды, негізгі мақсаты не, сол туралы қысқаша сипаттама жазасыз. Бұл кітапта халқымыздың салт дәстүрі, әдет ғұрпы, ырым тыйымдарының мағынасы жас ұрпаққа кеңінен түсіндіріледі. Кітаптың басылымға берілуі немесе қайта басылу себептері, егер кітап белгілі адамның мерейтой қарсаңында не белгілі бір конференцияға арнап басылса, онда оның себебі көрсетіледі. Ғылыми мақалаға арналған аңдатпа жазу үшін мынандай ережелерді ұстансаңыз болады. Ғылыми мақаланың аңдатпасы 3 тілде жазылады. Егер жұмыс қазақ тілінде жазылса, оған міндетті түрде орыс, ағылшын тілінде аңдатпа жазасыз. Ал орыс тілінде жазылса, онда қазақша және ағылшынша аңдатпа бересіз. Аңдатпа көлемі 100 сөзден тұрады. Ғылыми мақаланың көлемі шағын болады. Мақалаңызды беретін журналдың талабына сай сөйлеммен немесе сөзбен не белгілі санмен берілуі мүмкін. Аңдатпа тақырыптан кейін орналасады. Оның орналасуы ғылыми журналдың ережесіне қарай әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ көп жағдайда аңдатпа тақырыптан кейін мақала мәтініне дейін орналасады. Аңдатпаның құрамындағы баяндауыштар етістіктердің келер шағында ырықсыз етіс және пассив формада жазылады. Аңдатпа мазмұны тақырыптың қысқаша сипаттамасын қамтиды. Мұнда тақырыптың өзектілігі мен жаңалығын, зерттеу пәні мен нысанының сипаттамасын, оның мақсаты мен оған жетудегі автордың нәтижелерін қысқаша баяндайсыз. Аңдатпаның бағытына немесе жасалынатын құжаттың түріне қарай бірнеше түрлерге бөлінеді. Мысалы, келесідей үлгілерді ұсынайық. Оқу әдістемелік кешенге берілетін аңдатпа. Яғни, мемлекеттік тілде іс-қағаз жүргізу пәнін алайық. Пәні бойынша жазылған білім,
алушының пәндік оқу-әдістемелік кешені жоғары техникалық оқу орындарында оқитын барлық мамандықтарды жалғастырушы топтарына арналған. Кешен іс қағаздарын жүргізуге негізделген. Сан алуан лексикалық тақырыптар, оның даму жолын, тарихи деректер мен жан-жақты қамтылған жаттығулар, құжаттардың бірнеше үлгілері беріліп, одан да басқа көптеген жұмыс түрлері қамтылған. Кешенде қолданылған жаңа технологиялық әдіс-тәсілдердің түрлерін меңгеріп пайдалану арқылы білім алушылар іс қағаздарын тілін сауатты жазуын, оның стилін, тарихын өз тараптарынан мемлекеттік тілде іс қағаздарын толтыруды үйреніп меңгереді, білімін тереңдетіп толықтырады. Сол сияқты екінші үлгі кітапқа берілетін аңдатпа. Яғни қазақ әліпбиі тілінің сөздігі 15 томдық, соның ішінде 5-ші томы. Демек, Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту және қолдану 2011-20 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында аясында жарық көрген бұл сөздік қазақ тілінің сөз байлығын молынан қамтитын қазақ әдеби тілінің сөздігі атты 15 томдық түсіндірме сөздіктің 5-ші томы. Аталмыш томда сөздік бірліктер әліпби тәртібімен беріліп, олардың мағыналары ықшам түрде түсіндіріледі. Грамматикалық, стильдік мағыналары сараланып, кейбір сөздердің қолдану аясы мен саласы, этимологиясы көрсетіледі. Сөздің негізінен көпшілік қауымға баспасөз, ғылым, білім, мәдениет, оқу-ағарту қызметкерлеріне ана тілін тереңірек білсем, қазақ тілін үйренсем деген жұртшылыққа арналады делінеді. Үшінші үлгі мақалаға берілетін аңдатпа. Қонақжайлылық қазақ халқының саласында басты моральдік норма ретінде ғасырлар бойы қазақ мәдениетінің қалыптасуына өзіндік үлесін қосты. Бұл мақалада қазақтың ұлттық санасындағы қонақжайлылық концептісінің алатын орны мен мәні талдалып жазылады. Ұлттық сана қонақжайлылық ұғымының алғашқы қандай мәнге ие болғаны, қазіргі таңда қандай мәнде қолданылатыны талданады. Сондай-ақ мақалада ұлттық салт дәстүрдің фразеологизмдерде көрініс табуы қарастырылады. Яғни қонақжайлылық концептісін ашатын бірнеше фразеологизмдер жинақталып топтастырылады. Қонақжайлылықтың қазіргі халықтың санасындағы орны мен мағынасы ассоциациялық эксперимент арқылы анықталады. Сонымен бірге түйін сөздер саны, ұлттық сана, тілдік сана, қонақжайлылық концепт, фразеологизм. Бұл ғылыми зерттеу жұмысының жоспары емес, ол жазба жұмысын жазу барысында атқарылар жазылар жағдаяттардың ғана жоспары. Сондықтан ғылыми зерттеу жұмысын жоспарлауда кең мағынада қарастырған жөн болады. Біздің ойымызша оны төмендегіше сипаттағы жолдары бар. Бірақ олар тек жүйе ғана емес, жүзеге асуда қатаң сақтау керек тұжырымды түрде ұсынамыз. Себебі әрбір ғылыми жұмысты орындау барысында оның өзіндік ерекшеліктеріне байланысты негізгі мақсатқа жету жолында түрлі өзгерістерге түсуі немесе орын ауыстыруы мүмкін. Енді диссертацияға берілетін аңдатпаға тоқталатын болсақ, кемінде 7-10 бет көлемінде 3 тілде жазылады. Аңдатпа диссертацияда қарастырылатын тақырыптың өзектілігі, мақсаты, нысаны, пәні, қарама-қайшылығы, болжамы, міндеттері, ұсынылатын әдістері, жұмыстың кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдері қарастырылады. Сонымен аңдатпа дегеніміз мақаланың негізгі сұрақтарының тізімін қамтитын жұмыстың қысқаша сипаттамасы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта жолыққанша сау саламатта болыңыздар.